Армысыздар ғибрат әлемі арнасының тыңдармандары. Бүгінгі видеомыз өмірден алынған әңгімелер желісін жалғастыратын Алла қабыл еткен дұға туралы болады. Бұл әңгімеден Алла үшін еш нәрсе қиын еместігін, ол өз даналығы мен шеберлігімен бәрін реттеп қоятынын аңғарамыз. Алладан дұға етіп, үміт етіп жүрген жандарға бұл видео демеу боларына сенеміз. Ендеше әңгімемізді бастайық. Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейни медицина саласында жасаған ерен еңбегі үшін марапат алуға халықаралық конференцияға бармақ болады. Сөйтіп ұшаққа отырады. Бірақ ауа райы күрт өзгеріп, найзағай ойнап, қолайсыз жағдай туындағандықтан ұшақ жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Бұдан кейінгі ұшақ 16 сағаттан соң ұшады екен. Конференцияға қалайда үлгеруім керек, 16 сағат күте алмаймын, дейді дәрігер. Әуежай қызметкерлері ол баратын қаланың шамамен 6 сағаттық қана жерде екенін, қаласа машина жалдап бара алатынын айтады. Хусейни асығыс жолға шығады. Алайда нөсер жаңбыр жолды көрсетпей, ақыр соңында сел салдарынан көлік жүре алмайтын жағдайға жетеді. Дәрігер жол шетіндегі бір ескі үйдің есігін қағып ішке кіреді. Үйде қартаң әйел отыр екен. Дәрігер асығып, тезірек телефоныңызды бере тұрыңызшы, қоңырау шалуым керек, дейді. Сонда әйел: балам-ау, көрмей тұрмысың, бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш, сосын бір мәнісі болар, деді. Дәрігер амал жоқ, кейуананың айтқанын істеді. Біраз жылынып, тамақтанып отырса, әлгі апа намаз оқып, соңында ұзақ дұға жасап, жыларман күйде Аллаға жалбарынады. Хусейни назар сала қараса, бұрышта бір бесік тұр екен. Ішінде кішкентай нәресте қимылсыз жатыр. Мұншалық жылап дұға қылардай не жағдай болды? Мынау кімнің баласы, апа? Деп сұрады Хусейни. Қарт әйел: бұл анасынан да, әкесінен де айырылып, жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусейни деген дәрігер бар екен. Емін тек сол біледі, дейді. Бірақ ол өте алыста. Оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан: әй мейірімді Аллам, бұл сәбидің дертін жеңілдетіп, шипасын бере көр, деп дұға қылудамын, дейді. Сол сәтте дәрігер Хусейнидің көңілі босап, көз жасына ерік беріп, бетін жас жуған күйі: тұрыңыз апа, Алла сіздің дұғаңызды қабыл қылды. Дұғаңыз көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды, аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді, деген екен. Алладан үміт еткен күйі, шынайы ықыласпен қол жайып сұраған пенденің дұғасын Алла еш жауапсыз қалдырмайды.